Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының номер 2 орта мектебінің қазақ тілі мен қазақ әдебиеті мұғалімі Темирбулатова Жанна Баржаксыловна. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Бөлім тақырыбы ғаламтор мен дұрыс жұмыс жасау мәдениеті. Сабақтың тақырыбы ғаламторды пайдаланамын. Екінші сабақ 7-ші сынып. Оқу мақсаты: әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу. Бағалау критерийлері: тақырыптарға қатысты сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу. Балалар, бірінші тапсырма: мәтінмен танысамыз. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құрып жазамыз. Бірінші мәтінді оқып шығамыз. Мәтіннің мазмұнын түсінеміз, жоспар құрып жазамыз. Екінші тапсырма: мәтінге қатысты ақпараттардың дұрыстығын тексереміз. Дәлеліңді айтасың. Балалар, ең бірінші ақпараттармен танысып, иә, жоқ белгілейміз. Тапсырманың дескрипторы: мәтінге қатысты ақпаратты анықтайды, дәлелдеп айтып береді. Оқушылар, келесі тапсырма: мәтіннің мазмұнына сүйеніп, ғаламторда не істеуге болатынын және не істеуге болмайтынын айтасыңдар. Өзің бұған не қосар едің? Сызбаны толтыр. Ғаламторда болады, болмайды. Дескрипторы: мәтін мазмұнына сүйеніп, өз ойын айтады. Ойын дәлелдеп, сызбаны толтырады. Енді оқушылар, өз-өзімізді тексереміз. Ғаламторда болады, болмайды. Өзіңді тексер. Дұрыс жауап бердің бе, әлде жоқ па? Келесі 4-ші тапсырма балалар: жазба жұмысы. Сөйлемдерді жалғастыр. Дескрипторы: мәтін мазмұнына сәйкес сөйлемдердің жалғасын табасың. Ғаламтордан өзіме қызық жалғастырамыз. Компьютерда күніне 2 сағаттан артық. Қазақ тілінен сабаққа дайындалғанда. Мен 5-ші сынып оқып жүргенде ғаламтор, бірақ ешқашан дайын. Келесі балалар: тақырыпты бекіту. Мәтін мазмұны бойынша тапсырмалар орындау. Сөз тіркестері мен сөйлем мағыналарын түсінеді. Балалар, үйге қосымша тапсырма: тақырып бойынша ақпараттар іздестіру. Назарларыңа көп-көп рахмет. Сау болыңдар балалар.